в жизни. Абсолютно реально. Просто нужно тяжело трудиться. Вот это все? Вот это все. Я не могу сказать, что это является целью или смыслом жизни. Вот, это как cherry on the top. Вот, само путешествие к всему этому и смотреть на все это, зная, что ты этого добился сам, что ты прошел. Короче, достар, қазір менің каналымдасыңдар, егер осы видеоны көріп отсаңдар, кішкене ғана мотивация сендерге. То есть, хуй поймешь, мотивация ма. Мен негізі Алматыға келгеніме көп болмаған. Бір 4 айдай ма болған шығар. 4 ай мен үшін 4 жыл сияқты болды, өйткені чашка болды. Қызылордада мен көп жалбы тиетін тұғым. Неге мұндай, неге мен бай емеспін, неге менде ақша жоқ. Короче, хотя мен талпынып жатырмын, как будто басқалар маған должен сияқты. Хотя мен ол кезде көп ақша таптым. Алматыға келдім, квартира барлық қымбат, адамдардың барлық қасқыр, ешкімге сенуге болмайды. Как будто сен жалғыз қалып қойған сияқтысың. Но знаете, мен түсінгенім, мен Алматыда бір қуантарлығы менде жалпы жоқ. Хотя мен қазір сағат уже 2 болды, вот видите, 2 болды. Сағат 2 болды, мен таңертең 7-де шығып кетіп, мен қазір 1-де келіп жатырмын. Итог кеп жаңа жарты сағат видео түсіріп тастаған болатынмын ютубқа. Вот, сендермен қазір бір нәрсені бөліскім келіп тұр. В данный момент мен Артем Долгин тыңдап отырмын. Это всем советую. Анау Қазақстандағы қуып кеткен блогерлерге қарағанда, это 1000 есе жақсы. Хош боқтап айтса да, это вообще топ. Мен соны тыңдап жүрмін, и это меня мотивирует. Мына жақтың барлығы толып тұрған мотивация. Хотя мен біреуге мотивация беретін негізінде. И сендермен сол ойымды бөліскім келеді. Негізінде көбісі ойлайды, ой, сен Қызылордада жүріп, саған Алматыға бару керек, или Америкаға кету керек, Америкада көп ақша табасың, Алматыда көп ақша табасың, көтерілесің, көп ақша табасың. Знаете, егер де сен өз үйіңде, өз қалаңда чимо болсаң, сен өз басыңды алып жүре алмасаң, өз жеріңде, сен басқа жерде де өз басыңды алып жүре алмайды екенсің. И адамның ол өзіне байланысты. Көтерілем дейді адам, любой жерде көтеріледі. Мен де өйстіп Алматыға арман қуалап келдім, но, конечно, барлық қиын болады. Мен бұның барлығына шыдаймын. Бұл әшейін фигня. Менде бірақ материалдық қиындықтардың болады. Неше түрлі өмірінде жағдайлар болып жатыр, но оның барлығына мен қазір күліп қараймын. Но мен айтайын деген, менде Қызылордада хоч жалбы етсем де, менде Қызылордада стимул болды, менде фундамент болды. И ана адамдарға айтатыным жаңағы, Алматыға барып көтеріп кету, там или Америкаға барып көтеріп кету, шетелге кетіп қалу. Сен осы Қазақстанда жүріп сен дами алмадың ба? Шетелде жүріп сен дами алмайсың. Ол адамның өзінен басталады, ойынан басталады, ең бірінші целінен басталады. Егер адамда цель болса, қанша қиындық болса да, ол шетелде болсын, осы Қазақстанда болсын, ол дамып кете алады. Данный момент менде қазір өз жағдайымды айтатын болсам, даже кішкене продукттың өзіне менде қазір ақша жоқ. Квартира келе жатыр, кредит болса қазақтар түсінуге болады. И вот жарыс бар, жарысқа ақша кетеді, ертең это бодибилдинг деген самый затратный дейді ғой, өте көп ақшаны қажет ететін спорт, но соған қарамастан өз арманынан бас тартпау керек. Кейбір кезде ойлар болып кетеді менде. Кейбір кезде ойлар болып кетеді, что тастап, басқа мамандық ауыстырып, там айлыққа жұмыс істеп, бірақ сондай негативный ойларды мен басып тастағам. Өзіңнің жақсы көретін жұмыс көп ақша келмейді басында. Но соған қарамастан шыдау керек. Менде бизнес бар тұғын, бизнес тоже упадок жатыр. И вот залда істеп жүрген фитнес инструкторлар түсінеді, бұндай көп ақша таппайды. И өте неблагодарный, рахмет жоқ жұмыс қой. Адамдармен жұмысты өте қиын, энергияны құртады. Но соған қарамастан ешқандай да жаңағындай не қылмай, жалып айтпай, алдағыра жылжи беру керек. Соны айтайын деген. Мен Артем Долгинді көрдім. Знаете, көп адамның, әркімнің өзінің историясы бар. Конечно, мен онымен өзімді салыстырмаймын.
любой адаммен салыстырмау керек негізінде. Әркімнің өзінің историясы бар, бірақ бұл да осындай қиындықтардан түскен. Сондықтан да материалдық қиындықтар, это барлығы ше фигня, достар, айтайын дегенім. Осыны көріп отқан болса, материалдық қиындықтар барлығы фигня. Анау қазір Инстаграм, көп Инстаграм болған сайын неше түрлі пиздаболдар в общем қаптап кеткен қазір. Сондықтан сол пиздаболдармен өздерін салыстырмаңдар. Хош, олардың өмірінде не отқанын білмейсіңдер. Сенің өмірің одан 10 есе мықтырақ болуы мүмкін. Тек өздерің армандаған нәрселеріңде, хош ақша әкесін, әкемесін, главное саған удовольствие алып келсе болды. Соған бас тартпаңдар. Вот мен сол айтайын дегенім. Кішкене мотивация дейін ба, или просто өзімнің ойым. Негізі Инстаграмда ерге адамдар болса білет, өз ойымен постоянно бөлісіп отырам. Қазір кітап оқуды бастадым, и кітап оқып, там сондай нәрселер білген сайын өзімнің ойымен мен бөліскім келеді. Сондықтан да осы YouTube каналды ашқан болатын. Тыңдайтын адам болса тыңдайды, тыңдамайтын адам болса енді өздері көреді. Дейма. Кстати, қазір мен мотивация көрсетем, и форма залитый болып тұрмын кішкене. Так. Вот. Менің тамағым, итога мен тамақ істеймін, прикиньте. Прикиньте. Күнде тамақ істеймін. Вот, тағы да продукт әкелдім. Вот, кстати. Мен мотивациям ана бөлмеде тұр тағы да. Вот менің протеиндерім. Мына ішінде бар енді, мақұл. Так, продуктлерім. Мынаның ішінде запрещенный нәрселер бар. Вот, в общем, достар, мынаны мен жемеймін. Вот, мына белоктардың барлығы менікі. Вот, айтайын дегенім, достар, өз армандарына ешқашан да бас тартпаңдар. Мен осындай состояниемде өз-өзіме күлкілі болып тұр қазір данный моментше. Соны бөлісейін дегенім, главное беріспеу керек. Көресіңдер, бәрі нормально болып кетеді ертең.